Ас-сабру фи қадаи ва қадарихи. Үшіншісі, тағдырдағы болған ғұмырың. Біреуге Алла Тағала бейнетті көбірек береді, біреуге зейнетті көбірек береді. Сондай жағдайында бейнетте болсын, зейнетте болсын, сен қандай бол? Сабырлы бол. Жақсылық келген кезде құтырып кетпе. Вот мен, я мен красавчикпін, я мен жеттім, мен істедім. Сен емес. Я сен тырыстың, Алла разы болсын. Бірақ сенің жолыңды ашып отырған кім? Алла Тағала. Саған жеңілдетіп отырған кім? Алла Тағала. Алладан басқа не? Ешкім сенің жолыңды аша алмайды, жаба алмайды, жеңілдете алмайды. Демек сен Аллаға не қылуың керек? Сансыз шүкір айтуың керек. Сен Аллаға қанағат деуің керек. Сен Алламен бірге болуың керек. Міне, субханалла. Егер сен құтырып кететін болсаң, Алла Тағалаға бір секундтың ішінде тәубаңа түсіреді сені.